Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді үгітіліп тұратын тосаптан пирог дайындаймыз. Бізге керегі ұн, жұмыртқа, сары май, қант, қопсытқыш және де кез келген тосаптың түрі, яғни варенье. Ең алдымен ұнымызды ыдысқа салып, оның үстіне қамыр қопсытқышымызды қосамыз. Қолымызбен осылай шамалған араластырып жібереміз. Оның үстіне біз бөлме температурасындағы сары майды аламыз. Осылай теркадан өткізген ыңғайлы, немесе пышақпен де кесуге болады, бірақ сіздер осылай терканың көмегімен үгітсеңіздер ыңғайлы болып келеді. Енді қолымызбен осы сары май мен ұнды араластырамыз. Барынша тез араластырғандарыңыз дұрыс, өйткені майымыз еріп кетуі мүмкін. Осылай үгітіліп шыққан соң үстіне жұмыртқа, қант қосып, тағы да араластырып қамыр илейміз. Ең басында құрғақ болады. Сіздер бұл уақытта ешқандай сұйықты қоспайсыздар, тек осы құрам бойынша қамыр илейсіздер. Бірнеше уақыттан соң қамыр осылай жұмсарып шыға келеді. Бетін жауып, жарты сағатқа қалдырамыз. Ол уақытта мен ішіне қосатын тосапты дайындап алдым. Яғни менің тосабым шамалы ғана сұйықтау, сол үшін мен арасына ұнды қосамын. Егер сіздердің тосаптарыңыз қою болатын болса, ешқандай құрам қосудың қажеті жоқ. Ал егер сұйық болса, осылай шамалы ғана ұнды қосып, араластырып жіберсеңіздер болады. Егер сұйық болып кетсе, сіздердің пирогтарыңыз суы піскеннен соң суы шығып кетуі мүмкін. Сол үшін осындай әдісті қолданамыз. Міне осындай масса болып шығады. Ешқандай суы шығып тұрған жоқ. Дәл осылай шығуы керек. Міне жарты сағат уақыт өтіп шықты. Енді біз қамырымызды алып, дәл осылай жасап, 4-тен 1 бөлікке бөлеміз. Кішкентай бөлігін қалдырып, ең алдымен осындай пергамент қағазын үстіне үлкен бөлігін жайып шығамыз. Барынша бір тегіс етіп жаюға тырысыңыздар. Одан соң табаның қақпағын алып, біздің пирогтарымыз әдемі шығу үшін осылай кескін жасаймыз. Ал жан жағын өріп шығу үшін осылай кесіп шығамыз. Арасы 1-1,5 сантиметрде болуы керек. Ең бірінші әдемі өру үшін алып, оң жаққа қарай жапсырамыз шамалы ғана. Біреуін қалдырып, үшіншісін сол жаққа қарай жапсырамыз. Қалғанын оң жаққа қарай. Дәл осылай әдемілеп өріп шығамыз, және де көріп тұрғандарыңыздай жасалуы өте оңай. Енді ортасына дайын болған тосабымызды салып, әдемілеп тегістеп шығамыз. Дайын болғаннан соң табамызға салып аламыз. Біздің екінші қамырымызды алып,
әдемілеп жайып, яғни біздің пирогымыздың үстіне жабуға керек. Осылай жайып шығып, ұзынан бірнеше рет кескін жасаймыз. Міне осылай видеода көрсетілгенде үстіне қойып шығамыз, керек емес бөлігін алып тастаймыз. Барлығын осылай істеп шығамыз. Тағы да біздің артық қалған қамырымыздан осылай әсемдеп шығуға болады. Ең соңында біз жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Жұмыртқаның сарысына бір ас қасық сүтті қосып жақсаңыздар да біздің пирогтарымыз өте әдемі болып қызарады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Мінеке достар, біздің тосаптан жасалған пирогымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Бұның қамыры кәдімгідей үгітіліп тұрады. Және де бұның жасалуы да оңай, көп уақыттарыңызды да алмайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де видео ұнаса лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!